Bunday нәтиже тарихта болмаған деп ақырып жатыр ғой Өзбекстан. Точно сондай ма? Бірге зерттеп көрейік. Деп очки тағып алып өзінше бұл видео түсіргіміз келген. Өкінішке орай өзіміздің емес, жанымыздағы ағайын бауырлардың жетістіктерін қуанып осылай айтамыз, өкінішке орай. Еңсемізді түсірмейік, себебі бұндай әрбір ұлы бокс держава мемлекеттерінде болып тұрады. Ал қазақ спортының қандай деңгейде екендігін келесі шығарылымдарда айтамыз. Ал бүгін біздің тақырыбымыз ол шынымен де сенсация болған. Негізі сенсация деуге де қатты келмейді, себебі оған дейін күтілген нәтижелер дәл осындай еді. Өзбек халқының мүмкін болған 7 медальдің, яғни өзі алтын медаль алуға болатын 7 медаль бар ерлер арасында. Соның 5-еуін алып тұр ғой, біреуін Украина, біреуін Куба алды. Демек, қазақ боксы өлді десек, онда бүкіл әлемнің боксы өлді ғой, алтын алмағаны үшін. Өкінішті, ал бірақ өзбек халқын біз шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті өзбеклер, сіздерді табыраклаймыз. Өзбекстанның жетістігі шынымен де таңғаларлық, бірақ бұл деген сөз бұндай олимпиада тарихында бокстан бұндай жетістік болмаған деуіне негіз жоқ. Өзбекстан жалпы көлемде 4-ші орында тұр. Бірінші орында 1984 жылы Америка құрама штаттары 9 алтын алған. Мүмкін болған 12 алтынның 9-ын алған. Сондықтан бұл әлемдік рекорд, және бұны енді ешкім бұза алмайтын шығар, себебі салмақта қысқарып кетті олимпиадада. Екінші орында 1992 жылы, осыдан 32 жыл бұрын Куба мемлекеті 7 алтын 2 күміс алған болатын. Ал үшінші орында тағы да Куба 1952 жылы Куба мемлекеті 6 алтын алған. Одан кейін тағы да 1980 жылы Америка құрама штаттары 5 алтын алған. Сонымен бірге 5 алтынмен 2 мемлекет ақш және Өзбекстан мемлекеттері жайғасып тұр. Ең бірінші 51 килограмм салмақ дәрежесінде Хасанбой Дусматов жеңіске жеткен болатын. Алғашқы алтын медальді алды бокстан. Және осы алтын медальмен біз шын жүректен құттықтаймыз. 2 дүркін олимпиада чемпионы, бокстан алғашқы Өзбекстаннан шыққан чемпион. Ал екінші күні де Өзбекстан үшін өте тамаша жеңісті күн болды, себебі 71 килограмм салмақта Асатқожа Мойынқожаев жеңіске жетсе, одан кейін Лазизбек 92 килограмм салмақта жеңіске жеткен болады. Ең қызығы дәл осы сәтте Толқын Қылышев, яғни ұлттық құраманың, Өзбекстан ұлттық құрамасының бас бапкері 20-30 секундқа жүрегі тоқтап қалып қалды. Бұл қуаныштан болды деп есептейміз, себебі 2 алтын алып болғаннан кейін енді дәл осы екі жігіттерден қатты үміт күтпеген екен. Өзінің айтуы бойынша оған дейінгі сұхбат берулерінде ол Бахадур мен Хасанбойды барынша екеуін 2 дүркін олимпиада чемпионы етсем деген арманы болған екен. Ал бірақ оған дейін енді бұл финалға шыққан жігіттер де алтын алып отыр. Содан кейін британиялық дәрігер бұл мырзамызды құтқарып алған екен. Ал кешегі түні Өзбекстан үшін өте қуанышты күндердің бірі болды, себебі 4-ші алтынды 57 килограмм салмақ дәрежесінде Абдумалик Халоков алып берген болатын. Енді бұл жерде өкініш қатты қайнайды, себебі оған дейін болжамдардың көп бөлігінде 50% Сабырхан Махмуд, 50% осы Халоков алтын медальді алады деген болжамдар жасалған болатын. Ал одан кейін әрине 92 килограмм плюс салмақта Бахадур Жалолов жеңіске жеткен болатын. Бұл жеңісі әрине тарихи жеңіс, себебі екінші бір олимпиаданың ішінде 2 дүркін 2-2-ден олимпиада чемпионы шықты. Түсінікті болды ма? Хасанбой Дусматов 2 дүркін олимпиада чемпионы және Бахадур Жалолов 2 дүркін олимпиада чемпионы. Бахадур Жалолов осымен 2 дүркін олимпиада чемпионы болып, өз карьерасын, яғни әуесқой бокстағы карьерасын аяқтады. Алдағы кәсіпқой бокстағы карьерасына біз үлкен сәттілік тілейміз. 30 жасар бұл жігіт әлі Усикті немесе Тайсон Фьюриді жеңеді деп сенеміз. Ал құрметті қазақ жанкүйерлері, біз еш мұңаймайық, өзіміздің спортшыларды қолдайық. Бокстың ұлы державасы саналатын ұлы мемлекеттердің барлығында дәл осындай күйреу кезеңдері де болған, және ол күйреу кезеңдерден қайтадан шыға алған. Сондықтан да біз де өзіміздің алдағы уақыттағы жеңістерімізге нық сеніммен алдыға қарай қадамымызды баса берейік.